Bismillah, assalamu alaikum. Қалайсыздар, бауырлар, амансыздар ма? Бүгін бізге Маратбек деген бауырымыз хабарласты. Қызылорда қаласынан хабарласып, өзі анай этажный домда тұрады екен. Сол жерде тұрып, 4 жәшікке көңдайында қойыпты. Біздің YouTube каналымызды көріп, зерттеп, қайтема қалай болып жатыр деген темаларды зерттеп. Сонымен маған бір 200 штук шлаушын керек дейді. Ол бауырымыздың келіншегі гүлмен айналысады екен, гүл өсірумен. Сол бір неден алған екен, жаңағы гипермаркеттен беугіміз. Соны алған кезде ішінен бір шлаушын шыққан екен. Сол шлаушынды салып жеген екен гүлдің астына. Сонда сол бір шлаушын 18 шлаушынға көбейіп кеткен дейді, кейінде басша. Сонымен осы қалай болады деген деп беугіміз өндіріп көрейін деген ғой. Сонымен бізге хабарласып, сол этажный домда бір 200 штук шлаушын бақып көрсем деп хабарласқан екен. Сол міне біз 200 штук шлаушын теріп қойдық. Осыны ыдысқа саламыз, сөйтіп осылай тесіп қоямыз бұларды. Өйткені бұларда тірі жан болғаннан кейін ауамен демалады. Мынаның іші парланып, ауа болмай қалмау үшін өйстіп тесіп қоямыз. 200 штук шлаушынды тердік. Ол бауырымызға бір 500 штук алмайсың десем, 200 штук пока что маған жетеді дейді. Енді осынша 200 штук шлаушынды біз тердік. Калифорнийский қызыл шлаушындар дегеніміз міне осылар. Біреуінің ішінде 103 штук шлаушын болады. Біреуінде 103 штук шлаушын болады. 100 штук шлаушын 10 теңгеден. 200 шлаушын 2000 теңге болады. Кез келген өңірге осылай теріп салып жібереміз. Хабарласыңыздар. Штучный болса штучный, жәшік болса жәшік, коробка болса коробка. Міне калифорнийский қызыл шлаушындар дегеніміз осылар. Алла қаласа кез келген өңірге салып жібереміз. Енді ол Марат бауырымыз осы 200 штук шлаушынды жаңағы неге бағып, жәшікке бағып, өзі үйіндегі өсіріп отқан гүлдеріне беугіміз өндірмекші. Алла берекесін берсін. Осында термометр қосып салып жатырмыз. Өйткені термометрмен жұмыс істеуіміз қажет біздің. Алла баршамыздың ісімізге берекесін берсін. Ұзап кетсе ренжімеңіздер. Лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыздар каналымызда.